Бисмилlah, алхамдулилlah, вассалату вассаламу аля расулилlah. Ассаламу алейкум, құрметті бауырлар. Мабдал қырағат кітабы, бірінші том, ад-дарсу сабиу, 7-ші сабақ. Қай дәрс екенін бірден әр дәрсті арабшасын жаттап отырыңыздар. Мәселен, бірінші дәрс, бірінші сабақ ад-дарсул ауалу, екінші сабақ ад-дарсу фәни, осылай арабша реттік сандар жаттап отырыңыздар. Қазір ад-дарсу сабиу, 7-ші сабақ. Қининатун шөлмек, секкинун пышақ, самакун балық, куротун доп, яспаху жүзіп жатыр, маун су, лабанун сүт, ба'да кейін, қобла дейін, алдын, яқуму тұрып жатыр, янзуру қарап жатыр, ял'абу ойнап жатыр, хәл маме, бабе, папе. Бұл қазақ тіліндегі сұраулық демеулік. Барсың ба, жоқсың ба деген кездегі наам, я. Енді сөйлемдерді аударуға көшеміз. Ат-тилмизу ял'абу бил курати. Оқушы доппен ойнап жатыр. Мен, бен, пен, би. Мысалға, ат-тилмизу яктубу бил қалами дик. Ат-тилмизу яктубу бил қалами деген кезде оқушы қаламмен жазып жатыр. Бил қалами, қаламмен жазып жатыр. Бұл жақта нені байқадық? Биден кейінгі сөз, сөздің соңғы харекеті кәсіралы болады. Бил қалама емес, бил қаламу емес, бил қалами соңында кәсіра. Мына жақта да ат-тилмизу ял'абу бил курати. Оқушы доппен ойнап жатыр. Көмектес септігінің жалғауы доппен. Сол септі сөздің сонда кәсіра болады. Бил курати. Бұларды би сияқты жалғауларды араб тілінде харф жар дейді. Харф жар. Харфу жаррин. Харф жар. Бұндай харф жардан кейін келген сөз кәсіралы болады. Бил қалама емес, бил қаламу емес, бил қалами кәсіралы. Харф жар дегеніміз бұл септік жалғаулары немесе шылаулар. Ас-самаку ясбаху фил маи. Балық суда жүзеді. Мына жақта да фил ма-а емес, фил ма-у емес, фил ма-и. Харф жар. Бұл да би секілді харф жар. Фи ішінде. Бұл жат септігін жалғауын алады. Фил ма-и суда. Балық суда жүзеді. Мән ял'абу бил курати фиддари. Аулада кім доппен ойнап жатыр? Фиддари харф жар. Харф жардан кейінгі келген сөз кәсіралы. Фиддари бил курати. Мән ял'абу бил курати фиддари. Аулада кім доппен ойнап жатыр? Фаридун, Фарид ойнап жатыр. Унзур мина шуббаки. Терезеден қара. Мен, шығыс септігінің жалғауы терезеден. Терезеден қара. Бұл да харф жар. Бізде би бар, фи бар, мин бар. Фи ішінде жат септігінің жалғауы даде, тате деген. Үйде, аулада. Мен, шығыс септігінің жалғауы болады. Үйден, ауладан, данден, тантен. Терезеден қара. Соңы кәсіра. Ишрабил ма'a. Суды іш. Еді. Бұл жақта қараңыздар. Фатхалы болып тұр. Суды іш. Нені іш? Кімді нені? Табыс септігінің жалғаулары жалғанатын сөздер
бұлар фатхалы болады. Егер сөз табыс септігіне болатын болса, сөз фатхалы болады. Іш, кімді, нені? Суды іш. Ишрабил маа. Бұны араб тілінде маф'улун бихи дейді. Маф'улун бихи. Толықтауыш. Маф'улун бихи. Екі термин өтіп жатырмыз, грамматикалық харф жар және маф'улун бихи. Харф жар. Би, фи, мин, септік жалғаулар немесе шылаулар, бұлардан кейінгі сөздер кәсіралы болады. Ал маф'улун бих сөздер, яғни табыс септігінде тұрған сөздер, бұлар фатхалы болады. Кімді, нені деген сұраққа жауап береді. Яқумут телмиду. Оқушы тұрып жатыр. Ана ашрабул лабана. Мен сүт ішіп жатырмын. Нені ішіп жатырмын? Сүтті ішіп жатырмын. Мен сүт ішіп жатырмын. Ана ал'абу бa'да дәрси. Мен сабақтан кейін ойнаймын дейді. Ана ал'абу бa'да дәрси. Бa'да мен қабылада бұлар харф жар емес. Бұлар не екенін келесі тақырыптарда өтеміз, бірақ бұлар дәл осы харф жардар секілді әсер етеді. Осымен ғана шектелеміз. Осындай түсіндірумен қатты терең әлі кірмейміз. Ана ал'абу бa'да дәрси. Мен сабақтан кейін ойнаймын. Анта тақ'уду алал курсии. Сен орындықтың үстінде отырсың. Аля бұл харф жар. Аля бар. Харф жардың ішінде. Үстінде даде, тате. Орындықтың үстінде, орындықта. Анта тақ'уду алал курсии. Хузил қиннината. Шөлмекті ал. Кімді, нені? Маф'улун бихи. Сол себепті фатха. Нені ал? Шөлмекті ал. Хати сиккина. Пышақты алып кел. Кул лахмал бақари. Сиырдың етін же. Сиырдың етін же. Айна сиккину. Пышақ қайда? Хуна фил хизанати. Осында шкафтың ішінде. Шкафта. Ма хаза? Бұл не? Ана анзуру мина шуббаки. Мен терезеден қарап жатырмын. Құм вақраид дарса. Тұр және сабақты оқы. Каримун яшрабул қахвата. Карим кофе ішіп жатыр. Ана ал'абу қабылат дарси. Мен сабақтың алдын ойнаймын. Яғни сабаққа дейін ойнаймын. Дәріске дейін ойнаймын. Осымен 7-ші дәріс аяқталды. Қазір сіздерге грамматиканы қатты тереңдетіп кірмейміз. Жай жеңіл түрде қарапайым сөздермен түсіндіруге тырысатын боламыз. Қиындатпау үшін. Сол себепті осы қазіргі түсіндіргенмен шектелеміз. Харф жар және маф'улун бихи. Осы екеуін ғана өттік. Харф жар. Би, фи, мин, аля. Бұлардан кейінгі сөздер кәсіралы болады. Маф'улун бихи бұл толықтауыш, табыс септігіндегі сөздер. Бұлар фатхалы болады. Кімді, нені деген сұраққа жауап береді. Жаңағы Хузил қиннината. Шөлмекті ал. Нені ал? Шөлмекті ал. Ишрабил маа. Нені іш? Суды іш. Осы сөздер фатхалы болады. Енді қазақша сөйлемдерді комментарийлерге аударасыз. Осымен 7-ші дәрісті аяқтаймыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.